деп ойлаймыз. Атақты ақын Расул Ғанзатов өзін тану үшін кітап керек, өзгені тану үшін де кітап керек деген бір тамаша сөз айтқан болатын. Адам айнаға қарап бет жүзін көретін сияқты, кітап оқу арқылы жаңа әлемді таниды, басқа ұлттың, басқа халықтың, басқа елдің қоғамның мәдениетін, тілін, тұрмысын, салт дәстүрін біледі. Алайда жастар, болашақ жастарымыз кітаптың қаншалықты өмірде құндылығын бүгінде жақсы біледі деп ойлаймыз. Олай болса, бүгінгі кеш қонағымыз жайында қысқаша айта кетейін. Бабашев Азат Мақсұтбекұлы 1967 жылы 8 маусымда Ақтоғай ауданы Шабанбайди ауылында қарапайым шопан отбасында дүниеге келген. Әкесі Бабашев Мақсұтбек атақты шопан, еңбек қызыл орденінің иегері, анасы Ермек бала отбасында 8 бала тәрбиелеген ұлағатты жанұя. 9 бала. Мақсұтбек әкеміз бен Ермек бала анамыз балаларының бойына қазақтың қаймағы бұзылмаған тәрбиесін бойларына сіңіре отырып, қолдаушыларыңызды қосып, сұрақ қоюларыңызға болады. Арасында сұрақ беріңіз деген кезде өздеріңіз қосыласыздар. Сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, рахмет. Жалпы менің өмір тарихым туралы айтып өтіп жатсыз. Дегенмен, мынау қандай дүние болсын өз отбасынан басталады ғой. Алғаш мектеп табалдырығын аттамай-ақ, әкем маған ана тіл деген кітап айтты. Совет үкіметінің кезінде Кеңестанда ана тілдің ең соңғы жағында Торғай туралы өлең болатын. Ана суреттерін ғана көреміз, жаттай алмай. Содан әкемнің інісі Қуаныш деген ағам жаңағы Торғай тоқылдап, жерден тары шоқып алып, өтегесі болды деп шық десе отырмақ деген. Ең тұңғыш кітаптағы шапқа өлеңім сол болды. Соның әлі күнге дейін жадымызда сақталып қалды. Бала кезде не оқысаң сол болады ғой. Одан кейін алғашқы әліппіш тапқан Гүлмайра деген мұғалім таяулығына қайтыс болды кісі.
сол кісінің де еңбегі зор болды. Енді мынау іргетас қалай қаланса, солай болады. Бастауыштардың кездерінде берген мектеп қабылдағанда берген әрбір ұстаздың ол санаңда, жадында тұрар жаңғырық деп тегін айтылмайды. Сол кісілердің үлкен еңбектері бар әрине. Жалпы әдеби кітапты оқу 2-ші сыныптан басталды негізі менде. 2-ші сыныпта тағы да әкем жаңа шопан болғанменен ол кісі өткенде ғана осы орталық Қазақстан газетіне қоғам қайраткері Сағдат ағамыз әкем туралы жазып өтті. Қалдысайыт ағамыздың 40-ына байланысты деген сонда менің әкем туралы ішінде арнайы айтып өтеді. Ол кісі шопан болса да кітапқа, жаңағы білім саласына үлкен көңіл бөлген. Сол әкем екі оқып жүрген кезде Семей қаласына барып, Найзағайдың ішінен алынған Мәди деген кітап болды. Әлжеттер Әбішев ағамыздың Мәди деген шығарған кітап. Мәдидің балалық шағы. Өте қызығушылық қой. Ұл балаға болсын, жасты балаларға болсын, алғашқы ол қызығушылық туғаннан кейін ол кітапқа қарай дендеп кете бересіз. Кітап шынында кітап оқу деген ол жазу болмаса, жазу жоқ еді, тарих жоқ деп мынау Ресей ғалымдары айтады. Өте жанды сөз ол. Жазу болмаған жағдайда мынау ауызша айтылған тарихтың бәрі жалған. Қоспасы көп болады. Ауыз әдебиеті ғой. Қазір көбінесе біз сол жағына басым әлі беріп жүрміз. Тарихты айтқан кезде, белгілі аталарымызды айтқан кезде ол жазба демек жоқ, арқылы болмаса. Енді одан кейін жас кезде көбінесе кітап оқыған кезде талғамсыз оқисың. Балалық шақта қолға не түседі, соны оқисың. Оның үстіне шопанның баласы жаз жайлауда, қыс қыстауда жүрген кезде көбінесе қыс қыстау емес, жаз жайлауда жүргенде 3 ай жаз ғой. Сол кездерде кеңес үкіметі қазіргідей емес еді. Кеңес үкіметінің жақсы жақтары да, жаман жақтары да бар. Сонда мынау журнал, газет дегендер ол почтамен келіп тұрады, тіпті қап-қап болып келеді десе өтірік емес. Сонда ол мемлекеттің өзі оқуға мәжбүрлеп отырған секілді. Бұның бір саласын айтып кетейік. Қазір мысалға жастар кітап оқымайды деп алдыңғы буын айтады. Ол жағынан біз жастарды кінәлай алмаймыз. Өйткені мемлекетті жеке тұлға жасайды. Ал мемлекет ұлтты қалыптастырады. Сонда мемлекет ұлтты қалыптастыру үшін белгілі бір идеология болу керек. Бізге қазір кітап оқу жағы, ұлттық сана, түп сананы ояту жағынан бұл тарихты қозғау, әдебиетті қозғау өте қажетті қазір. Өте. Оның үстінде мемлекеттік тілге қазір басқа көңіл аударып жатырмыз. Мысалға мемлекеттік тілге аударғанменен, көңіл аударғанменен жастарға кітап оқыту қалай оқытамыз? Біз оқымайды дейміз, бірақ сол бала шақтан бастап біз соларды ойлап жатырмыз ба? Соған мен қайта сағыныш деп ойламаңыздар, ностальгия шығарған айтсын деп. Кеңес заманында балалар ақыны, балалар жазушы деген жазушылардың мүшесінен соның бір 40%-дай сондай болды. Арнайы жазатын жаңағы. Арнайы балаларға арналған, Абырай атамыздан басталған еді. Бір Аллаға сеніп, кел балалар оқылып, оқыған көңілге ықыласпен оқылып, оқысаңыз балалар шамнан шарқ жағылар дейді. Сол Құран, ол мәңгілік Құран болуға тиіс. Бүкіл тек бір ұлтқа байланысты емес. Ол адамзат үшін Құран сөз жаңағы. Бұл оқу деген. Кітап оқу, енді қазіргі кезде мысалға бізде бір қарағанның өзінде бәле баяқым бар деп айтамыз. Соның қаншасының сіздер балаларға арналған өлеңдерін білесіздер, жастар. Әркім енді махаббатқа әркімнің таласы бар. Махаббат туралы көп болуы мүмкін, ал арнайы балаларға жазылып жатқан қазір Қазақстанда ондай өте шама. Мысалға айтыстың ақтаңбек ақыны менің досым Әлтай Аманжолұлы балалар поэзиясын зерттеді, докторлық диссертациясы. Сол кезде де көзіміз жетті. Сонда біздің Тұрсын Жұртбай ағамыз айтады, мысалға мынаны қарап отырып, мен өзім де қазір ойлаймын дейді. Ол кісі балаларға байланысты өлең жазған кезінде. Ғалым ағаларымыз ол кісілерді жазған. Қазір шынында балаларға арналған өлеңдер жоқ болып кетті. Жаңағы Аманжолдың зерттеуі көбінесе кеңес дәуіріндегі балаларға арналған өлеңдер болды. Қазіргі 30 жыл болды ғой. 30 жылдың ішінде біз кімдерді айта аламыз қазір балалар ақынды. Мысалы кеше өзіміздің жерлесіміз Кәрім Сауғабаев ағаларымыз қандай көптеген ақындарды тізе білсек айтуға болады. Енді кітап оқу тарапынан келген осындай. Одан кейін енді мен 4 жыл
Саран педагогикалық училищесінде оқыдым. Онда еңбек және сызу мамандығы бойынша. Енді осы әдебиетке қайдан келді деп ойлауларыңыз мүмкін ғой, еңбек сызуда. Бірақ жаңағы әдебиетке деген құштарлық қой бала кезде бастап. Әскер қатарында болып келгеннен кейін жаңағы алғашқы еңбек жолымды мен Қостанайда бастап, Қостанайдың қазір Қарабалық деп аталады, Комсомол деген ауданы, Троицк қаласының түбінде тұр. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың қызмет атқарған жері, Айқап журналының шыққан жері. Сол кездің өзінде кеңес үкіметінде бұл айтылмайтын. Бірақ мынау халық сол кезде бір ояна бастады. Комсомол деген ол толығыменен екі-ақ мектеп, қазақ мектебі болды. Өрнек Мұхамеджан Сералиннің алдында. Содан кейін менің сабақ берген Мағынай мектебі болды. Басқасының бәрі бір ауданда оқып. Бірақ сол жерде оқып жатқан жастар болсын, үлкендер болсын, өте ұлттық рухтары биік болды ол кісілер. Троицкіге жетектеп апарып, мені Сайлау деген бала, жас сол кезде, жаспыз ғой. Сол бала көршілерді кезіп жүріп, татарлар көп. Сол татарлардан сұрап жүріп, Сұлтанмахмұт тұрған үйді әрі арнайы апарып көрсетті. Екі баспалдақты үйді, ішіне кіресіз, қазір ғана танхаус дейді ғой. Сол сияқты танхаус үйлер кезінде. Танхаус па, пентхаус па, сондай үй екен тұратын. Көрдіңіздер ме? Сонда Сұлтанмахмұттың өзіне жаңағы риза болып әлгі жастарға деген өлеңдер бар ғой. Соны ойлап қоямыз осы. Шіркін-ай, мынау кедей болды ғой, әйтпесе бұл кісілер жететін еді деп, ол кісінің өмірдегі күздіктен шөптің басын тырау көнген, ызғар шашып қылып мынау жерге төнген, қараңғы иттемерге қой күзетіп, мен аяу елек қыла отқа сөйлеген деген керемет өлеңдер бар еді, бала кезде әсер еткен. Соны бәрін басымыздан өшіп сондай болған. Ал екінші бір кітап оқыту жағынан, мысалға салыстырмалы тұрғыда айтатын болсақ, кеңестік қазіргі тмд елдерінің ішінде бұл кітап оқу өте әлсіз. Өте әлсіз енді. Біраз елдерде болып жүріп, мысалға жаңа сіз айтып өткендей, Башқұрт мемлекеттік университетінде дәріс оқыдым, Башқұрттың өзінде. Содан кейін Стерлитамақ деген атақты олардың әрі біздің Алаш астанасы Семей дейтін болсақ, олардың Башқұртстанның ұлттық рухының астанасы Стерлитамақ қаласы. Мынау Ахмет Сафи Валиди сол жерде тұрған. Кезінде біздің Әлихан Бөкейхановтардың, мынау Ахмет Байтұрсыновтардың досы болған ұлттық рухты көтерген кісі сол Стерлитамақта тұрған. Сол жерден кеткен, шетелге асып. Сол жерде де дәріс оқыған кезде, енді бір сәкі мақтаншақтық қазақ болғанын айтамыз ғой, жаңа башқұрттарға айтады, біздің жастар сіздерге қарағанда көп білімді. Мен енді ол жерде ежелгі дәуір әдебиетін оқыдым, көбінесе салыстырмалы тұрғыда. Содан кейін біздің 18 ғасырға дейінгі аралық ол кісілермен өте тығыз жыраулар поэзиясы. Ноғайлы дәуірінің поэзиялары ол кісілермен өте тығыз байланысты. Соны айтқанда біздің жастар жақсы болыпты. Мысалға, енді біраз адамдар сабақ берді, мына жерде отырған Қайратқа да сабақ берді. Мен Назым менен Жангелдинде алдымыздан әлгі жарыстарға қатысқан кездерінде өтті. Көбінесе Жангелдиннің өзі мысалға қатысты кезінде Махамбет оқуына. Сонда 2-3 рет мен есім осы құлататын және өзін айтады, сен әлі жаттаған жоқсың, бабаңа келген жоқсың деп. Содан ең соңында республикадан орын алды, жаттай. Бәрін назар жүрді. Сондай талаптар болды, Қайраттар біледі ғой. Ал біздің талабымыз жаңағы жыраулар поэзиясын жаттату болады, көбінесе. Оқыту. Өйткені тіл байиды содан, тіл қор байиды. Қазір мысалға біздің телеарналарға шығады, аңдай алмайтын журналистер қаптап жатады. Мынау біздің төл дыбыстарды айта алмайтын кейбір журналистер бар. Біз оның бәріне көз жұмып қарайтын болдық. Бірақ ол өте екі басқа нәрсе. Екі басқа нәрсе. Мысалға, сен мен сен деген сөз екі басқа ғой. Сен деген ол бөлек мағынада. Сен деген, бірақ сенің өзін сен деп айтып жүреді. Қазір. Мысал келтірмесе көп. Ал осының бәрі жаңа оқу арқылы, кітап арқылы байиды. Мынау кітаптың сіңіргеннен кейін ойға осындай көп кітапты оқи берсең, өзің енді мынау жазу стилінен аңғарамыз дейміз ғой. Әркімнің өзінің қолтаңбасы бар. Мынау қолда таңба бар ғой. Сол секілді жазуда да сондай таңба тұрады адамдарда. Кімнің, қай ақынның, қай жазушының бір абзац сөйлемін оқығаннан кейін ол сіз бірден айырасыз. Мына кісінің поэзиясы екен, мына кісінің жазбасы екен. Тіпті адам келе-келе көзбен де таниды екен. Анандай қай, мысалы, ұлттық тілді меңгеріп тұр ма, меңгермей тұр ма. Осында екі қызық оқиға болды менде. Соны айта кетейін. Біреу Жапонияға, жаңа сіз айтқандай,
Хаккайдо университетіне дәріс оқуға барғанда аэропорттан түстік, енді жаңағы Аманжол досымыз екеуміз сол жаққа бір 10 күнгі курс оқығанбыз Хаккайдо университетіне. Сонда барғанда төмен түскен кезде қаптаған жапондар мен бір не сұрайын деп не айырбастайтын деп, валюта айырбастайтын деп. Соны бүйтіп қарап бәрі ол кезде түгел шаштары қара ғой. Шаш сары адамызды іздейді екенсің кейде. Өйткені ана орыс болып қала ма, не болып қала ма, тілді, өйткені ағылшын тілін білмеді екен. Оны жасыратыны жоқ. Ол қазіргі кезде ағылшын тілін білу, ол тіл білу деген қай тілде болсын меңгерсең, ол өте дұрыс нәрсе. Сол елдің мәдениетін де білесің, тілді білген деген ол ешкім қор болмайды. Ол жағынан біздің Қазақстан көп елден озып тұрмыз. Салыстырғанда көптеген елден әлем бойынша біздің бір жетістігіміз қазір жастардың тіл білу, тілді жақсы біледі. Сонда көптеген жапондар тұр екен, қарап тұрды бір жапон маған көзіме жылы шығарды. Өте жылы болып қарап. Сосын жанына бардым, жаңадан орысшылап сұрақ қойдым, маған көз бақырып қарап қалды. Сіз қайдансыз дейді маған. Сен Қазақстан, иә, мен Қазақстаннан дедім. Сіз мені қайдан біліп қойдыңыз орысша білетін дейді. Мен айттым, сіз маған жылы көріндіңіз. Содан кейін көзіңіз жылы екен өйткені дедім. Соны көрді дағы мен Сахалиннің жапон едім деді. Сахалиннің деді. Соны түсіндіріп жүрді, күлді. Қалай қойып қалды, жандарына жапонша айтып жатыр. Мына кісі ешқайсымыз емес, мені қалай тауып алды. Сонда екінші мәселе, екінші бір неде Түркияда жүрген кезде Стамбулда Ақсарай деген үлкен не бар оларда? Жер. Сол Ақсарайдың ішінде халқы шығады. Жанында филология доктор профессор Мәуен ағамыз бар. Екеуміз келе жатырмыз, иә. Сол кісі екеуміз келе жатырмыз. Ертең Ататүрік университетіне бара жатқанбыз. Сонда енді халықтың ішінен, ағажар халықтың ішінен қарама-қарсы бір адам өтіп қалды. Көзімізге көзіміз түйісіп қалып, ананың көзі қазақтың көзі. Қазақтың көзі. Енді көздері ұқсас қой бәрі, мен айтуға болмайды. Бірақ қазақтың көзі, қазақтың тілін білетін адам сияқты. Жылушылар. Өтіп кетіп, артыма қараған, ол да қараған екен. Соны мен жаңағы жігітке дұрыстап айттым. Қазақсың ба деп, тоқтай қалды. Я қазақпын. Қай жерден қайсың? Зейтінбұрынның қазағымын, осы жердің қазағымын. Сіз қайдансыз? Мен Қазақстаннан. Сол жерде сөйлесіп, жаңағы кісі бізге кешкі дейін жанымызда бірге әңгіме жүрді. Тілдің құдіреті. Көрдіңіздер ме? Тілдің ол құдіреті. Тіл туыстырады. Мысалға біз қазір өз ұлттың өкілдері мынау Фейсбукта, әлеуметтік желілерде қазақша сөйлеп жатса, сол туғандай қылып қазір жазып жатамыз, иә? Қарындасым ай, туғаным ай деген секілді. Бұның бәрі әрине білім ғылымнан. Оның бәрі ізденуден, еңбектен осының бәрі айтатынымыз. Ол мынау оқу деген енді жадын қалыптастырады, ой сананы қалыптастырады, белгілі бір мәдениетке қарай тәрбиелейді. Әл-Фараби өзі айтады, дұрыс берілген мәдениет ол адамзатқа ол жақсылық әкеледі. Ал теріс берілген білім ол қасшау болып берді. Ол өте дұрыс, ұлы сөзді. Ұлы адамдардан шыққан ұлы сөзді. Жақсы. Ал енді Азат мырзаға сұрақтарыңыз болса, желі қолданушылар. Қатысып отырған оқырмандар. Дауысын шығарып кішкене. Диана. Құрметті қонақтар, мен номер 6 кітапхана филиалының кітапханашысы бақытжан Назерке сізге қояр сұрағым бар еді. Қазіргі таңда көп жастар кітапты электронды нұсқада оқиды. Соған көзқарасыңыз қандай және жастарға айтар кеңесіңіз қандай? Енді электронды нұсқада енді кітап оқығаннан дұрыс екен дейміз ғой. Дегенменен қағаздан оқығандай болмайды, кішкене ауырлау болады. Ол өйткені көзді жейді, денсаулыққа кішкене зияны болады деген секілді түрлі жағдайда. Ал мынау енді қағаздан кішкене жемейді, өйткені бұны бізден гөрі жапондар терең зерттеп тастаған. Мысалға Жапония туралы қазір тамсанып көбірегіміздер айта береді. Мысалға ұстаздың керемет екен деп мына Фейсбукта жүреді ғой. Мұғалімді керемет қадірлейді екен деп. Ештеңе жоқ, бәрі өзіміз сияқты бәрі. Бәлем жерде алтын бар, басында ақы жоқ деген секілді. Әр ұлттың өзіндік ерекшеліктері бар. Бізде де сыйлайды ұстаздар. Бізде кең қалып жатқан жоқпыз. Біздің де мәдениет зор. Жаңағы жапондардың қай жерде кірсеңіздер де, мысалға олар планшеттен солардан шығып жатыр, электронның бәрі шығып жатыр ғой. Бірақ оларда көбінесе қағазбен кітаптың бәрі. Мысалға кез келген дүкенге кіресіз,
аяқ киім сататын дүкен бар, бір бұрышында кітап сатылып тұрады. Нан сататын дүкен бар, бір бұрышында кітап сатылып тұрады. Қандай жерге кірсеңіз де кітап сатылады. Содан кейін қолжетімді тұрғыда ғана береді осылар. Қымбатта кітаптар бар, алсаңыз. Бірақ мына жастарға, оқитындай, оқушыларға, студенттерге арналған секілді өз қызықты кітаптар солай шығады екен. Көптеп оқыту, тәрбиелеу өздерінің. Бұл негізі бұндай нәрсе бізге де керек. Әрине қымбат дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, бірақ бұл білім ғылымнан қымбат емес ақша. Ең бастысы жастарға білім ғылым берілсе, ең қымбат инвестиция сол жастарға салған инвестиция. Басқаға емес. Оқу, білім және білімге салынған инвестиция. Оны мемлекет көтеруге керек. Қазір. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрағым бар еді. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Мен Балтай Байғаным, номер 5-ші балаларға қызмет көрсететін кітапхана меңгерушісі боламын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қанатты мен жастарға сенемін. Сізге қоятын сауалым, жалпы осы Мағжан Жұмабаев атамыздың үндеуін қазіргі жастар ақтап жатыр ма? Сіздің ойыңыз қандай осы тұста? Қазіргі жастар ақтады. Ақтағанды да, мысалға Сократтың өзі айтқан. Мен бала кезімде дейді, үлкендер қазіргі жастар асып бара жатыр деп айтып жүрді. Мен қазір қартайдым дейді. Маған да жастар сол асып бара жатқан сияқты көрінеді дейді. Сөйтсем бұл ешқандай емес, өмірдің ағысы екен алға жылжып бара жатқан дейді. Біз содан қалып қояды екенбіз қартайғанда дейді. Содан кейін ананың іс-әрекеті бізге басқаша көрінеді дейді. Соның бір көрінісі кешегі Иванбек қой. Әлем батырын шығарды. Кешегі біздің Димаш қой, бүгінгі шығарды қанаттарымызда. Біз қашан шығып көрдік бұндай атымыз? Біз әрі кетсе өзіміздің мынау белгілі ортада ғана шығарып жатқан атақтарымызды. Қазір мысалға Илон Маск деп бола алмады деп айтпаймыз. Қазір ол өсіп келе жатқан жастардың ішінен біреулер шығуы мүмкін. Ол білім ғылымда. Біз жастар бұзылып бара жатыр, жастар өтіп жатыр деген ол жай сөз. Қазір қандай да болсын, мынау IT технологияны біздің қазақтың жастары меңгеріп жатыр. Қайсыда да, өнерде болсын, білім ғылымда болсын, терең меңгеріп жатыр. Біз мысалға жастарға қатты сенен жаңа ғана айтып өттім ғой. Бірнеше тіл біледі қазір біздің жастар. Бірнеше тіл біледі. Қазір құрлықтарын ештеңе емес. Сол біз барған кезде, жаңа Аманжол ағаларымызбен барған кезімізде, біздің Битабарова Әсем деген қыз Жапонияның Хоккайдо университетінің докторантурасында оқып жатыр. Қазақ қызы. Бәрі жапон мақтады. Бүкіл жапон мақтайды. Мынау сіздердің ұлтта дейді бізге айтады. Иә дейміз. Қандай білімді алады дейді. Керемет білім дейді. Содан кейін мысалға мынау Ерзат деген менің шәкіртім бар. Қазір мынау мемлекеттік қызметкерлерге біліктілігін арттыратын академияның аға оқытушысы. Солар Уфада оқыды. Көптеген мен біраз адамдар жібердім мысалға Уфаға, істер тамаққа Уфаға. Сонда Болашақ академиясының директоры Қалдеспеген ұлы барды. Оқытушылармен кездескен кезде, ол жерде Тәжікстаннан түскен екен, Өзбекстаннан түскендер бар екен, мынау есемде бойынша. Содан біздің жастар бар екен. Өздерінің жастары бар, магистранттар. Сонда айтады, ең озық, мына компьютерді меңгерген, ой қабілеттері жетіп, тілді орысша, ағылшынша меңгеріп отырған қазақ жастар деп мақтанды. Ол бізді қонақ ретінде көпшік қойып мақтайын деген сөз емес. Оған өзіміз көзіміз жетіп жүр, оған риза боламыз мысалға. Бұл жастар біздің шынында озық қазір келе жатқан. Жоққа шығармаймыз. Шынында Мағжанның сенген жастары қазір. Ол Мағжанның ғалия медресесінде оқыған, Уфа қаласында. Ол жерде де болды. Оны мен барған сайын барамын ғалия медресесіне. Уфаға өзі 10 шақты рет бардым. Әрбір барғанда сол жерде достарым бар. Өз қазір ғылым білімде жүрген докторлар, жаңа Ешақ деген, Айнұр деген азаматтар. Солардың қай-қайсысы болсын, бірден айтам, мен ғалия медресесіне барамын. Өйткені менің аталарымның табаны тиген жер. Соны бір барған кезде осы Ерзат айтты. Сіздің тіліңізді алады ғой, Мағжан ағамыздың жас кезінде түскен суреті бар екен дейді. Уфада. Жаңа ғалия медресесінде. Содан мен осы қазір Исламтану институт ғалия медресесі. Содан осы айттым, проректорына кірдім, сөйлестім, мен қатарлы азамат екен. Осылай Мағжанның суреті бар екен. Біздің атам Мағжан бәрі біледі, башқұрттар. Сәйфи Құдаштың досы деп айтадылар. Содан айтты, мен білмеген екен, бірақ қазір ремонтта тұр.
сіз бір адамға тапсырсаңыз соған көрсетейік, бірақ қолға бере алмаймыз, түсіріп алса болады деді. Одан кейін Ерзат барған екен, бірақ ақыры қолын ұстап қалды. Өкініштісі сол. Дегенмен бар. Бұндай әлгі жүрген аяққа жүргеніміз нектеп қазақ деген айтпайды. Осылай жүре сұрасаң, құндылықтар ғой бұл, біздің ұлттық құндылық. Мысалға мен Қытай Халық Республикасында Қазақстанға келіп оқыңдар деп, 1-2 жыл барып, біраз балдарды әкелгем осы жаққа. Осы замандардың, о жақтың заманның тыныш кезінде. Сонда мынау Құлжаның Көкқамыр деген жерінде Адақ Әсет Найманбаев мәңгілік мекенде жатыр. Сол жерде басында болдық. Содан бәленбай кигіз үй. Енді мен қарағандылық, оның үстінде жаңағы бір атаның ұлы болғаннан кейін қалай келсек деп арғынның ішінде. Ана жердегі кісілерге мен жандағы азаматтар айтады, мына кісі ұрпағы сол Әсеттің деп сөйлейді. Мен белінен танымасам да. Не деп тұрып, сол бір жігіт тұрып та, осы жақтан барған, менімен барған жігіт. Осы кісінің домбырасы бар екен, естігіңіз ба деді. Содан мен жатып жабыстым. Жоқ, естіген жоқпын. Аналар енді үлкен әлгі туристер қабылдайтын бәленбай кигіз үй 17-18. Олар да, оның да мен қарындастарына қып, сол араласқанмын. Содан той сойып жатқан бір жігіт тұрып та айтты. Әсеттің домбырасы бар. Содан қай жерде? Мен қазір хабарласып тұрмын, менің ағамның досының үйінде болған деп. Телефонды алып та звондады. Звондап еді, ана жақтан ағасының досы айтты, иә, сол Әсен де бар, Әсеннің үйінде тұр деді, аты Әсен. Содан Әсеннің телефонын алып, мен звондадым, қай жердесің десек, анау Үрімшінің жанында не деген Санжы деген қала бар. Санжының түбінде бір ауылда менің қолымда отыр деді. 550 километр ма сондай жаңағы не деді. Содан айтты, мен барам деді мен. Содан бардық, көрдік үйден. Домбыраны бұл 2016 жыл болатын, келесі жыл 150 жылдығы. Соған деп кішкентай ғана домбыра. Ол кезінде Жәнібек Әлимен бауырым Орталық Қазақстан газетіне жариялады оны. Сонда мынау жеңге салады екен. Жеңге ғана қыстырған, әкелмекші болды оны. Осы жаққа газетке шыққанда, мыналардың да Қытайдың да дамып кеткен соншалық. Бұл сенбі күнгі 17 жылдың сенбі, ақпан айындағы сенбіде жарияланды бір сенбісінде. 18-і ма сол февральдің сондай кезінде. 2017. Сонда дүйсенбі күні таңертең жұмысқа шығып бара жатсам, Қытайдан звондайды маған. Сол жақта бір магистрантым болған, Әсеттен қорқытқан. Құлжа педагогикалық университетінде, педагогикалық университетінде, Құлжа қаласында. Сонда айтады, аға, сіздер Әсеттің домбырасын жариялапсыздар, Қытайда депсіз, менен мемлекет сұрап жатыр. Сіздердің аймақтық газеттеріңізге шығыпты. Сол қайда дейді. Ана жерде айтқан ешқайда айтпаңыздар, ол Қытайда мемлекеттік меншік болды. Көрдіңіз ба? Бізде жеке меншік, жәдігерлік. Қаншама не боламыз ол мысалы. Әлиханның тамақ ішкен тамақты осыдан 1-2 жыл бұрын әр кісілер үйлерінде қалуы мүмкін. Шапағын мысалға қаздауысты қазбетпейді деген сияқты. Оның бәрі жәдігер ғой. Қытай оны білсе, соны анық айтыңыз дейді. Сонымен енді анау азаматқа зиян жүргізіп бірден айттым, бұл қазір пиар деген болады бізде. Әсеттің 150 жылдығына байланысты Қазақстанда болып еді осындай домбыра. Мен соны айттым, жалған айттым деп ақталдым. Ашындығында әлі жеткізе алмай отырмыз соны. Әсеттің қысқа ғана домбырасы, мынау жеті пернелі, мысалы жеті перне болғанын біз осы уақытқа дейін білген жоқпыз. Сөйтсек жеті перне, 7 нота екен. Қазір бізде 12 пернелі асып кетті ғой, дамып кетті. Ал жеті пернелі мінекей ұлттық құндылықтың бірі сол кезде білді. Содан кейін сол домбыраны қарағайдың басынан шабады екен. 2 метр өкап. Қарағайдың басы шулайды ғой. Ең дыбыс шығаратын қарағайдың басы екен. Содан кесіп алады екен. Оны да бірінші рет естіген сөзі. Соны айтқан кезде. Жүре берсең, шынында естіге бересің деп көре бересің. Жасқа жадымен сол жаққа барған ғой, 500 жақында домбыра. Жоқ, балдар әкелдік қой. Мен оқуға қазақ балдар оқысын деп бірінші ой солай болды. Монғолияға бардым, айлап жүріп іздеп шақырып. Монғолиядан енді өкінішке қарай ол кісілер тек қана грант болса, барамыз, әйтпесе бармаймыз деп. Ашық айтты. Содан кейін кішкене мал шаруашылығы қатты дамыған ол жақта. Бір ағылшын тілін бітірген қыз бала отыр екен үйінде, бір азаматтың жайлауда жүрсе. Соны айттым, мына бала неге отыр үйде? Неге жұмыс істетпейсіңдер? Бұл жақта жұмыс жоқ болса Қазақстанға жіберіп, қамқорлық жасаймыз, тұрады, бізде керек қазір деп сыйындырым салады деді. Мен ренжіп қалдым жаңағы. Керемет қапаланып ренжіп жаңағы үйде.
мынауың десе, не үшін оқыттың онда? Ол қалай деп? Қытай Халық Республикасына барғанда, ол жерде үлкен кісілерге де қайтыңыздар десек, ол кезде тыныш. Балаларымыз барар, біз де бұл жерде зейнетақы аламыз, миллиондап аламыз деп ол кісілер материалдық жағын айтты, келмей қалды. Енді қазір өкініп отыр. Хабарласады, өкінеді. Сол кездерде қайтуымыз керек. Өте қиын. Жаңағы 12 бала оқыттық, 12 баладан 11 баланы жібермей қалды бір қыста. Бірақ қыз бітірді Дидар деген. Екі-ақ қыз бітірді. Орынкүл деген, содан кейін Дидар деген қыз. Оның өзінде жаңа Қытай Республикасы дәріс тұрғандықта видеозвонокпенен полицейлер звондайды. Ана бала айтады, маған звондап жатыр. Тыныштана қаламыз, өтірік емес ол. Қазір түрлі ақпараттық құралдарды естіп жатсыздар, мен көзіммен көріп отырған нәрсе. Өтірік емес. Соны звондайды, міне оқып жатырмын деп. Оқығанға рұқсат. Содан кейін келесі бір мемлекеттің келген махаббатын болмау керек, идеология. Өз мемлекетке ғана болмайды. Ал бізде қазір ондай болмай тұр да, сондықтан бізде шетелге кету көбейіп жатыр. Тіпті мынау орта жасқа сақа болып қалған қазір мынау өнер жұлдыздарының өзі Түркиядан үй алдық қазір жарнамалатып жатыр. Көрдіңіз, ол махаббаттың жоқтығы, ол материалдық тоғышарлыққа ғана барып отыр. Ол 19 ғасырда Ресейде де болған бұндай. Сонда онымен жазушылар көріскен. Мысалға Гогольді қараңызшы, мертвый души, өлі жандар. Осындайлармен тоғышарлықпен көрісті. Ревизорлар. Кітап оқысаңыздар, біліп отырасыздар осындай. Бәрі мүмкін. Бізде қазір бұл жағынан әлсізбіз. Жазушы көп, ақын көп, бірақ қоғамдық мәселелерді жазу ол бізде кенже қалып отыр. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Желі қолданушылар бар ма сұрақтарыңыз? Саламатсыздар ме? Мен Ахметова Жадыра балаларға қызмет көрсететін 11-ші филиал кітапханашысымын. Сізге қояр сұрағым, қазіргі жастар сізді қандай қылықтармен таң қалдыра алады? Қандай қылықтармен? Иә, қандай қылықтармен? Тілді меңгеру жағынан. Мысалға, бізде кеңес өкіметінің кезінде ең бастысы орыс тілінде оқытылды ғой. Одан кейін неміс тілі оқытылды. Ал қазіргі жастар, мысалға, кеңес өкіметінде қазір біз тіл, мемлекеттік тіл деп айқайлаймыз, шынында заңмен істелсе келеді. Бірақ қазір бұрынғымен салыстырғанда, осыдан 30 жылғы бұрынғы деп айтайық, 30 жыл бұрын. Мен салыстырғанда қазіргі жастардың тілді меңгеруі өте тәуелсіз елміз ғой. Мынау кісі өтірік мақтан отыр деп ойламаңыздар. Бірақ көп тәуба қазір. Өйткені тіл деген тірі құбылыс. Ол мынау телефон емес, қазір бүгін жасайсақ, ертең ұсынып, мінекей, осындай бола қалу керек деген. Тіл тірі құбылыс. Тірі құбылыс болғандықтан ол баяу дамиды. Оған революцияның керегі жоқ. Біз тәуелсіздік алған бетте тілге революция жасаймыз деп жаппай аудармаға кеткенбіз. Сонда шыққан әлі фонтанды шақтырма, балконды қылқима деген сөздердің бәрі. Одан қала берді ғылым білім саласындағы біз ауыз екі тілді ғана меңгеруіміз мүмкін, ал білім ғылым саласындағы аударма деген ол тіпті қиын нәрсе. Бір ғана медсестра дегенде мейірбике, соның тағы не? Медбике, бірнеше тілде аударып жүрді. Ол деген сауатсыздыққа апарып келеді. Қазір біздің жастар, Құдайға тәуба, қазір жастар болғанда мемлекеттің тарапынан да көреді. Қазір бастауышқа баратын балалардың 80%-дан астамы ұлттық мектептерге барып жатыр. Мемлекеттік тілдегі мектептерге барып жатыр. Олар дегеніміз демек ертең таң қалдыруы мүмкін. Осылардан ғалым, үлкен өнер адамдары шығады. Ол бәрін бірдей ғалым болу міндетті емес, бірақ өнерде, спортта шығуы мүмкін ғой. Өздері аман есімдегі некрасовтың сөзі ме? Ақын болу міндетті емес, азамат болу парызын деген. Дұрыс азамат болып жатса, ол да мемлекет сіңірген еңбек. Дұрыс отбасы болып жатса ертең. Тұтас ажырасып кетпей, немесе жастарымыз сақал қойып алып, мен тоқал адам деп жүгірмесе, ол да мемлекетті сіңірген еңбек. Бұл да мемлекет. Немесе гендерлік саясат жаңағы кешегі болып жатқан. Оның бәрінен айта берсек көп қой. Жақсы, рахмет Азат Мырза. Сіздің бүгінгі кездесу кешіңізге біздің қаламгер мүшесі Оразай Маймыл деген жақсы бір болашағынан үлкен үміт кетіп отырған жасымыз қатысып отыр. Біздегі өтетін шараның бәріне үйге келіп отыр. Сол сізге арнаған бір поэзиялық өлеңдер бар екен, бір поэзиялық оқысы келіп отыр. Өзінің тәрбие жүрген оқушысы бар екен. Алтындай. Туған жер. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер. Кіндік кесіп, кіріп сенде жуған жер. Жастық алтын,
қайтып келмес күнінде. Ойын ойнап, шыбын шіркей қуған жер. Жаратылдым топырағынан сен түгім. Жалғаны жоқ, бәрі сенен жан тәнім. Сенен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар, шолпан айым сен күнім. Тәтті судың дәм аузыңнан еш кетпес. Қалың нуың, қыр суыңа жер жетпес. Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып, адамзатқа ер жетпес. Балақ түріп, қозы қуып жарысып, батпағында тең құрбымен алысып. Түнде ақ сүйек, алты бақан ал күндіз, үй жетем деп, асау тайға жабысып. Адам басы Алла добы деген рас. Қалай қуса солай кетпек сорлы бас. Кім біледі, мен де шетке кетермін. Туған жерім, сені тастап басым жас. Ал енді өзі Азаттың өзінің жақсы бір оқушысы жаңа Жангелді саған сөз кезегін берейік деп отырмыз. Осы Азат мұғалімнен алған білімің жайында осы неден қолдан сабақ берген жоқ конкурстарда. Иә, конкурстарда, қазыларда. Өткенде ғана Серік Сағынтай ағамыздың шығармашылығына ғана керемет сайыс өтті. Оны ұйымдастырған ең алдымен өздеріңізге алғыс білдіремін. Бүгінде Азат ағайымызға арналған керемет кештер өткізіп жатсыздар. Оның өзі осындай қазақ жастарына, қазаққа қажетті осындай дөңгелек үстелдер, осындай кездесулер керек деп ойлаймын. Ал ендеше өзіме келетін болсам, мен 5-6 сыныптан бастап осындай Махамбет оқуларына осындай сайысқа бастаған болатын. Одан бастап Азат ағайымыз отырды, кәдімгідей сайыстардан енді алуан жүйрік бар, шағысына қарай шабады дейді ғой. Сол сияқты мен құлата беріп білмеймін, кәдімгі өз-өзіме кәдімгі уәде беріп, әр жылы уәде беріп жүріп, мен де ойлаймын, оқушы, менімен бірге оқушы, ода да бас бар, менде де көз бар. Абай атамыз айтқан ғой, адам өмірге келгенде екі нәрсемен өседі, 7-ші қара сөзінде жатып. Айтады ғой, ішсем жесем, біреуі көрсе білсем дейді. Мен де ойладым, бұл да мен сияқты оқушы, мен неге олай бармаймын, мен де неге республикаға олай орын алмаймын деп. Өзім қамшыладым, сөйттім де 5-ші сыныптан бастап қатысып, 10-ші сыныпта Азат ағайдың қолдауымен, өзінің баптауымен, сонда Атырауға барып бас жүлдені жеңіп келген болатын. Бұның барлығы мен ойлап отырмын, одан кейін тағы да Ақберен сайысына бардым. Ақберен сайысында да ағамыздың алдынан өттім. Мен ойлап отырмын, негізі басқа республикаға қарағанда, осы Қарағандыдағы облыстық жарыс маған өте қиын басталды. Неге? Республикада мен оп-оңай өтіп кеттім, оп-оңай өзімді жеңіл сезініп, неге десеңіздер, осы облыстық тұрғыдағы біздегі осы ағайларымыз бар, тағы да өзіміздің апайларымыз бар, кеше қазықта еткен. Сол кісілер Ғазиза Ғабдуллақызы бар, Азат ағайымыз бар. Сол кісілердің арасында баптауымен осындай оқушылар да мықты болды. Мен көзіңіз шынымен айтайын, шындықты ондағы облыстағы оқушылар да біріне бір өткен, Махамбеттің 150 жастаған 5-ші сыныпта 6-ші сынып оқушысы ғой. Содан мен 250-100 өлеңнің арқасында мен балаға беріп жүретін еді. Мен сол 100 өлеңнің арқасында, еңбектің арқасы ғой, барлығы еңбектің арқасы, әрине бұл еңбегінің арқасында қазіргі таңда Сұрыптау ауданында ұстаз болып жүрмін, ұстаздық қызметте жүрмін. Одан алдын 4 жыл бойы Жандос Смағұлов ағайымыздың жетекшілігінде болдық. Сол кісінің арқасында көп нәрсе білім үйрендік, тәлім үйрендік. Азат ағайым маған білім бермесе де, сабақ бермесе де, мен ол кісіні сырттай танимын. Бұлай да сайыстарда, көптеген сайыстарда өзінің ақылын, біраз мәліметтер ұйғардым бұл кісінің арқасында. Біраз мақалаларын біліп жүрдім. Енді алғыс айтамын Азат ағайымызға, өте көп еңбектер сіңірген, жаңағы Қытайға барған, Монғолияға барған көп сыртынан естіп жүрдім, біліп жүрдім. Енді көп сайыстарға қатыстым ғой, өкінбеймін. Бұндай сайыстар кешегідей, жаңа айттыңыздар ғой, болашақта Қасым Аман жол оқушыларымды дайындаймын міндетті түрде, Алла қаласа. Енді айтулы жыл ғой осы жыл. Қасым Аман жолдың 110 жылдағы, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдағы және Алаш арысы, ардақтысы Әлихан Бөкейханның 115 жылдығы. Мынау қуанышты жағдай Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан атына ауғарды деп. Неге керемет жаңалықты естідік, өткенде ғана
мен енді сөзім түйінін осы Әлихан, мен 11 сынып оқып жүргенде, 10 мектеп оқып жүргенде, Әлихан бабамызға арнаған бір өлеңіммен айтқызсам деп отырмын. Жақсы, тамаша. Қазағымның бар ғой асқар шыңдары, шыңға өрмеген талай дана ұлдары, қиын қыстау кезеңдерде жыр жазып, таусылмаған қасіретмен мұңдары, қазағым деп қан тақсаған қайратты Әлихандай бабамыз бар айбақты, елін сүйіп еңіреген қалпында, жерін сүйіп жерге қарай жайдапты, зұлым тағдыр жанын алды жақсының азаттық деп үндеу жазған жасырын, не істемекпіз мынау тылсым тағдырға айта алмаған ұлы дана бақ сырын, өнеге алып тарихтың өткенінен түсіп жүрмін бәйгеге ту өлеңмен, біліммен өлеңімді шыңдап келем Әлихан Бөкейханның мектебінен дейді. Ендеше осы Әлихан Бөкейхан мектебінде өзім өстім, өндім, осындағы өзімнің ұстазым бар, Шымакова Күміс апайымыз бар. Сол кісіге үлкен өмір бақи қарыздармын деп айта аламын, өйткені ол кісі жетектеп, жарысымды, сайысын барлығын баптаған сол кісі. Ұстаздарым осындай Азат ағам сияқты ұстаздарымызға мың алғыс айтамын. Ой, рахмет, қаламыңыз солай берсін, өзіңді ұстаз етесің, болашақ жас шәкірттерді сол Азат ағаңнан артық, жаңа айтып өттім ғой, біздің елдің жігіттері де сендер бір тамсанатындай дәрежеге жеткізіп тәрбиелесеңдер, содан артық біздің болашағымызға үлкен жол деп ойлаймын. Енді осы мына бүгін кешімізге келіп отырған орталық жастар тілдер орталығымен байланысса, жастардың ортасында жүретін Қайрат ағаларың келіп отыр, білесіңдер Қайрат Асқар. Сіз енді бір-екі ауыз сөздер айтсаңыз, осы Азат бағанда сөйлесіп отырмыз, кішкене демалсын, сұрағы барлар қазір қойыңыздар тағы да. Енді негізі тілдер орталығы деген жақсы, енді бірақ бізде тілдер орталығы, тілдерді дамыту басқармасы бар, сосын тілдер ресурстық орталығы бар. Ал енді мен қызмет жасайтын жерім облыстық жастар ресурстық орталығы. Енді бұрынғы анау Азекең ностальгиямен айттыңыз ғой, комсомол ұйымы сияқты ғой. Жастар береміз, облыстық жастар саясат басқармасы. Соның жастар ресурстық орталығы. Ал енді мен Азекеңнен дәріс алдым. Қарағанды мектеп университетін 94 жылдан бастап. Сонда енді содан бастап әлі үйреніп келатырмын. Осы Азекеңге күнде үйренемін. Сосын ақырында біз әріптес болдық. Бір кафедрада қызмет жасадық. Одан кейін ғылым жолына түсіп, кандидаттық минимум дейді. Соны қорғауға Түркістан қаласына бірге бардық. Қалай Азекеңмен сапарлас болдық. Әрі ағам, әрі ақылшым, әрі ұстазым, әрі қазір сырласым. Мынау Азекеңмен үйренетініміз студент кезімізден бастап өте көп болды. Өйткені жаңа сіздер өмірбаянынан хабардар болып отырсыздар. Жасынан кітапқа құштар, ізденісі мол, білімге, ғылымға, өзіндік көзқараспен келген, жаңа сіз апай өзіңіз айттыңыз, батыл дедіңіз, сол біреудің пікіріне жалтақтамай, үнемі ылғи өзінің көзқарасын, өзінің ойын нақты дәлелмен, тұжырыммен айтып жүретін ағамыз, осы қасиетін бағалаймыз жасымыздан. Сосын бұл кісі ағамыз сол сабақ берген кезде, дәріс берген кезде біз өлең өлкесіне қарамастан өзімізше бір амбициямыз бар, харизмамыз бар, жас ақын едік. Сонда әрбір өлеңімізді Азекең талдайтын біз 3 айдан бері қатысамыз ғой. Сонда осы өлеңім мүлтіксіз шығар деп, мінсіз шығар деп ойлаймыз ғой ішімізде. Сонда Азекең бірден тауып береді. Содан үйрендік әрбір сөзге сақ болуды, әрбір сөз тіркесін дұрыс қолдануды деген сияқты. Мысалы, жауырды жаба тоқу дейді. Ол жауырды сіз қалай тоқисыз? Жауырды жаба тоқымдайды. Енді жауыр деген аттың арқасындағы жара болды. Оны енді жауып ары қарай жарасы асқынбасын деп, тоқым деген үстінен жабады ердің астынан. Сонда сондай тіркестерді, сондай бір оқыс ойларды Азекең алғашқы болып бізге айтатын. Содан ойланып қалдыңыз, қазір әрбір сөзімізде сақ болуды, осы Азекеңге жауырды жаба тоқымдау, таз ашудың тырнадан алады дейді. Сонда да тазы ит пе, әлде таз адам ба? Сосын таз ашу тырнадан алып, таз адам тырнала барады. Онда ешқандай итпен тырнаның қатысы жоқ. Сондай сияқты оқыс ойларды барлық дұрыс этимологиясын өңіріп, Азекең бізге
жол көрсетті. Әлі үлкен мынау ұлттық рухтағы келелі әңгімелердің бәрінде Азекеңмен сырласып, оқшау ойларға, тың жаңалықтарға кезігіп отырамыз. Сосын және жасынан бұл кісі ұлтшыл. Қазір енді біз ұлтжан деп шығардық қой енді. Ұлтжан дегенде аса келе қоймайтын сияқты. Қалған ит жанды деген сияқты, қатын жанды деген сияқты. Сондай сөздер бар. Ал ұлтжан емес, ұлтшыл болуға неге қорқамыз? Иә? Ұлтшыл деп 37-те қынадай қырған біздің зиялыларды. Ал қазір заманда ұлтшыл дегеннен қорқуға болмайды. Керісінше сол ұлттық рухты оятуға сол ұлтшылдықтың әсері жақсы, оң әсерін тигізетін шығар деп ойлаймыз. Осындай батыл ойлардың бәріміз Азекеңнен алдық. Әлі де үйренеріміз мол. Соңынан еріп келе жатырмын. Қасында бір жақсымен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмірін дейді. Бір жолықпасақ бірімізді қимай, бірақ жаңағыдай ұсақ әңгіме емес, үлкен келелі әңгіме, сол ұлттың руханияты төңірегіндегі әңгіме, әдебиет, шығармашылық, көркем өнер, ғылым, саясат, спорт бар арасында. Соның бәрінде осы Азекеңмен сырласпыз. Мақтанамыз, осындай ұстазым бар, ағам бар, ағылшым бар. Жақсы, рахмет. Бізге сақ болу деген нәрсені айтып кетейік. Мысалы ешкімді оқытылмайды. Бізге тілге сақ болуды үйреткен өзіміздің ұстазымыз, енді жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын. Қайырлы өмір Сағалиев Мұханов деген ағамыз. Стилист ол кісі. Ол кісі тілге өте сағы. Содан кейін үйретіп отыратын. Әр сөзді қолданған кезде сақ болуды. Өйткені тіл деген жанды болып істедің ғой жаңа. Соның әр кезде ол кемтар қалдырмай сөйлеңдер деп айтатын. Сөйтсек ол кісінің еңбектеріне тамсанып, сөздің шебері деп кезінде Ғабит Мүсірепов ағамыздың өзі мақала жазған екен. Қайрекең туралы. Одан кейін тойды жүргіздік қой. Той жүргізген кезде сол кісілер болса, тіпті ауызекі тілдің өзінде қате кетіп қалмасын деп именіп отырасың. Ішіне алдыңғы толқын ғой, ақылшымыз, ұстазымыз. Сол кісіден именетіміз, содан кейін тура сондай тұлға үлкен кезінде Серік Ақсұңқар ағамыз жазған ол кісі туралы үлкен мақалалар. Үлкен академик Ғабдулла Құлқыбаев деген ағамыз. Ғабдулла Құлқыбаев ағамыздың сөзге қатты мән беретін. Сөйлеп отырғанда жаңа той жүргізіп жүрсек, шақырып алады, бала бергі бақтай кет, айылы. Соның еркелік айтып жатқанда өзіне қарай шақырады, қасына барсаңыз деді, ана сөзді дұрыс қолданбаған, сақ бол дейді. Ол бет албап сөйлей беруге болмайды. Тіл өзімдікі екен, ауыз өзімдікі екен. Қазақтың өзі айтады ғой, ауыз өзімдікі деп сөйлей бермейді. Әр сөзге сақ бол, ол да тілге сіңірген еңбегің сен. Қайралы Мырзағалиұлы жаңа бізге де сол өмірдің соңында енді сабақ беріп үлгердік, сабақ дәріс алып үлгердік. Сонда енді тақтаға жазып, мынандай жинақ, мынандай жылы шығыпты жақында, жарық көріпті. Сонда мынандай өлең жолдары бар деп тақтаға жазып. Ойнақтаған көкбесті құлын тапты ақ төсті дейді. Автың бәрін айтады, бетін жаңағы кітапты. Ал енді осында қандай қате бар дейді. Ойланатын. Енді көкбесті ойнақтамайды шығар, ойнақтаса құлын ойнақтайтын шығар. Дұрыс дейді. Тағы да қандай қате дейді. Сосын құлын тапты ақ төсті. Ақ төсті құлын бола ма дейді. Ақ төсті күшік. Сосын айтады. Сонда ойнақтаған көкбесті бестіреген еркек мал. Ол қалай құлын табады дейді. Сонда екі-ақ жолдан қайда қайда табады. Сосын жаңа той басқарып асабалап кіріп жүрген кезде айтады. Ал енді ақ тілек мынау құдайдың құлағына шалынсын дейді ғой. Ана кісі күліп отырады, шақырып айтады. Ана кісіге айтшы дейді балам. Құдайдың құлағына емес, періштенің құлағына шалынсын деп айтады. Періште құдайға жетседі дейді. Алланың назарына дейді. Ал енді бұл кісі ешқандай делдалсыз бірден құдайдың құлағына шалынсын деп айтады. Ал жақсы, қоя ғой, сұрағыңыз бар. Жалпы әдебиет адамның өзі жаны өте таза адам болады ғой, рухани жағынан. Сонда сұрақ қойғым келгені, музаны қайдан аласыз? Музаны қайдан аласыз? Шабыт бересіз? Шабыт бересіз. Сосын тағы да бір қосымша сұрағым, өмірде жан достарыңыз бар ма? Жан достар бар ғой. Осы жасында дос дегенің көп болады, өсе келе біртіндеп жоқ болды деп абай атамыз деді. Енді ол әркімнің өзінің өмір жағдайына байланысты. Менде жан достарым көп. Соның бірі жастайдан өсіп келе жатқан, жаңа ғана айтып отырған Аманжол Әлтаев досым бар. Қаргөте кафедра меңгеріп отырған Саржан
Бақытұл Такиров бар, сол кафедрада Жансая деген бар. Өзіміздің содан кейін 7-8 жан достарымыз бар әлі күнге дейін. Бір семьяға араласатын. Аяқтағанымыз араласқан Қайрат деген стоматолог достарым бар. Саран педагогикалық училищесіндегі оқыған достарым бар. Мектепте оқыған достарым бар. Әрқайсысы орны бөлек. Бір-бірінен айырмаймыз оны ешқайсысы. Бәрі де жан достарымыз. Яғни қуансаң шабытыңды бірге көбейттіреді, мұңайсаң бірге бөлісіп, бірден хабарласып әр нәрсеге отыратын. Ол енді мен жаңа Абайдың сөзін айттым ғой, мысалы жер ортасы ол кісінің сол жазған кезіндегі жастар мен, 50-дің ортасында деген. Абай сол кезде жазды ғой. Енді мен Абайдай тұлға емеспін, сондықтан да менде қарапайым адамдарда достар көп болады. Олайда ақындарда, өнер адамдарда болуы мүмкін. Ақында дос деген қалай? Адамзатта дос болмайды, тек қана мұңға қалатын. Мағжан екеуміз де, көрдіңіз бе? Сондықтан ол өнер адамда болуы мүмкін жаңағындай, ерекше. Содан кейін мен муза ретінде, шабыт ретінде, мен енді өнер саласындағы емес, мен ғылым білімде жүрген адам. Бұл кісі нақты жаңағыдай. Енді кітап оқу жағынан талғып оқимын. Шабытымды келтіре ме ол оқуға кітаптың авторына қатты қарау керек. Жастарға айтарым мен, кітап авторы. Кім көрінгенді оқып, уақытын ала беруге болмайды. Мен талғап оқимын, содан кейін бала кезден қалыптасқан 4-5 кітапты қатар оқи беремін. Қайсы біреуінен жалғасам, екіншісін алып, ол бірден жалғастырып кете беремін. Әрбірде ішкі сюжетті. Бұл енді өзімнің кішкентай бала кезден қалыптасқан дүние. Кітапты көп оқығанда болуы мүмкін, сондықтан да болуы мүмкін. Жақсы бастарыңызға бар ма? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Назым Айдынқызы 15-ші мектептің қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі. Жалпы Азат ағайымыздың дүниеге келген қасиетті Ақтоғай топырағынан боламын. Біздің Ақтоғай алаш арыстардың алтын бесігіне айналған ән мен күйдің, өлең мен жырдың құдіретті өлкесі. Бұл өлкеде дүниеге келген әрбір азамат ғылым білімнің, өнердің әр саласында мардымды еңбек еткен, еңбек етіп те келе жатыр. Соның бірі біздің Азат ағайымыз. Азат ағайымыз мен өзім ұстаз деп есептеймін. Алдын көріп тәлімін алған шәкірт емеспін, бірақ мектеп кезінде Махамбет оқуларынан бастап мен тұсауын тірескен. Жангелді сияқты әділ-қазылар алқасында осы Азат ағайымыздың бастамасымен мен республикалық кезеңде өткем. Алматыда университет аяқтап келгеннен кейін қайтадан Азат ағайымыздың алдына келіп, ақылына жүгіндім. Азат ағайдың жол көрсетуімен, бастауымен қазіргі таңда Уфа қаласында магистратурада білім алып жатырмын. Сол себепті бір айлық үйреткенде 40 жыл құрмет дейді. Азат ағай маған тікелей білім бермесе де, мен бұл кісінің өзімнің жолбасшым ретінде, сырттай ұстазым ретінде есептеймін, құрмет көрсетемін, алғысым да шексіз. Енді Азат ағай сізге сұрағым, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, кітапты таңдап, талғап оқи білу керек деп. Мен өзімнің замандастарымнан да байқаймын, қазір көбінесе жастар көркем әдебиетті емес, психологиялық бизнес бастау кітаптарын оқуға құмар. Бай әке, кедей әке, екінші болма деген сынды кітаптарды оқуға. Сіз өзіңіз көркем әдебиет саласынан қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіз нақты? Көркем дұрыс, қазір енді ол да біреудің бизнестері қазір, ше? Бұл психология кітап оқу деген, ол үлкен бизнес қой. Байлардың бизнестері айналып кеткен қазірде. Ол мысалы көркем әдебиет деген жаңа айтып отырмын ғой. Ол жетекшің сен, жан сыр бөлісерің. Неге елдің бәрі Махамбетті оқиды, Мұқағалиды оқиды? Мұқағали сентименталист ақын. Естеріңізде болсын. Әркімнің ішінде бір мұң болады. Сол Мұқағалидан табады. Енді мұң болмайтын болса, ол басқа рухшыл ақындарды оқиды. Мысалға қазір Қасымның 110 жылдығы деп жатырмыз. Қасымның 110 жылдығын 10 адам 10 өлеңін жатқа білмейді. Ол дабыра ретінде ғана айтамыз. Өйткені Қасым менен сәйкесе бермейді. Қасым рухты, дауылпаз ол өйткені. Көрдіңіз бе? Кейбір өлеңдер білуі мүмкін, әнге арналған өлеңдер. Ал айналып келген кезде бәрі біле бермейді. Ал Мұқағалиды білесің десең, ол өмір өзен жатқа білуі мүмкін. Кез келген адамдар. Көрдіңіз бе? Ол талғап оқыған өте қажет. Мысалға, мен 4-ші сыныптан әкемді айтайын, 4-ші сыныптан бастап, осы Мұқағалиды, Төлегенді, Жұмекенді оқуды өте сын көзбен айтты маған. Мен білмей қалғаным үшін зекіп, ұрсып, мектепте қалай оқып жүрсің сен деп, осындай шартымды білмесе деп. Содан Мұқағалидан бастап оқыдым. Бірінші Мұқағали, одан кейін Баспалдақ.
Мұқағали, одан кейін Төлеген, ең жоғарысы Жұмекен. Жұмекенді оқи алмайды, екінің бірі, егіздің сыңары. Тура сондай, Оралханды оқуы мүмкін, елдің бәрі, көкейіпті. Асқар Сүлейменовті ешкім оқи алмайды. Көрдіңіз бе? Асқар Сүлейменов дегенде ұлы жазушы, ұлы драматург, әлемдік деңгейдегі драматург Асқар Сүлейменов. 3-тік тартыста келген әлемде Шекспир, ал 5-тік тартыста келген әлемде жоқ, Жаңғыз Асқар Сүлейменов. 5-тік тартыс деген тартыс бар. Біз кез келген мелодраманы не үшін адамдар көреді? Өйткені ол жеңіл, екілік қана тартыс, екі жақты ғана. 3-тік тартыс болса, ми қабілет жетпей қалады, психология жетпей қалады, оны көп көре бермейді. Тіпті не болады болса, жақсы тартыс болса, ол мынау классикалық фильм деп айтасыз. Мынау классикалық екен, кереметтер. Білесіздер ғой, мынау Қыз жібектің өзінде де қалай фильмдерді тартыстады, не үшін көресіз? Ол тартыс ішінде. Құбылыс, тартыс, әрекет. Көрдіңіздер ме? Қандай шығармада әрекет болса, соны оқисыз. Ол психологиялық шығарма, ол қазір Құдайға шүкір әркімді оқи алады. Бірақ та психологияны мынау оқитын себебі қоғамға байланысты. Қоғамда белгілі бір нақты идеология болмағандықтан әлсірегендіктер соған барады. Мысалға дінге барады. Не үшін? Адамдар, массалы қазір жастар көп кетіп барады. Өйткені ол онда содан іздейді, психология. Қайғайсыз болсын, ол енді дін деген үлкен білімнің, ғылымның атасы ғой, соған қарай жүгіреді. Өзінде жоқ дүние бар. Қашанда, мысалға, қайғысы жоқтың тәңірісі жоқ деп қазақ деген айтып кетеді. Қазақтың сөзі, қайғысы жоқтың тәңірісі жоқ. Құдай жоқ деген сөз ғой. Көрдіңіз бе? Сәл нәрседен сіз мұңайсаңыз, сол кезде, мысалға, басыңызға бір ауыртпалық түсе қалса, алла дейсіз. Машина тайып кетсінші айналып, келе жатқанда. Бір сәтте. Бірінші түсетін ата-анам демейсіз ғой сіз. Әке-шешеңізді әкелесіз, алла дейсіз. Өйткені Құдайыңыз сол кезде ауызға түседі. Жиналғанда. Көрдіңіз бе? Енді көркем шығарма ол оқығанда, мысалға, әлемдік керемет шедеврлер. Біз айтамыз, әрине, мен енді өзіміздің жазушыларды түсірейін деп тұрған жоқпын. Әлемде бірнеше ғана тақырыптар бар. Соның ішінде озып кеткен дүниелер бар. Мысалға, кезінде Төлеуғазы ағамыз сабақ берді. Сол кезде мен Шыңғыс Айтматовты мақтағанда айтатын, айналайын-ау, Әбіш Кекілбаевты жазып отыр ғой осы. Мәңгүрттік дейді. Мен айтатын, ол кісі жеткізе алмады мәңгүрттік. Фольклорлық деңгейде қалды. Анасын өлтірген жоқ, жоламан. Бұл жердегі ананы өлтіру, анаға қол салу деген сөз, ұлт тарихына, тіліне қол салу. Бізде сондай болып тұр ғой. Бізде мәңгүрт деген не? Өзінің тілін жоққа шығару. Өзінің тарихын жоққа шығарған адам, сол мәңгүрт. Айтматовтың айтып отырған сол. Ол тек қана соғысты айтатын осы. Бұл Айтматовтың бұл шығармасында нақты қолмен ұстап берген емес. Ең бірінші шығармасы Ақ кемеде тұр. Мәңгүртте. Момын шал мәңгүрт. Момын шал ылғи бұғананы әспеттейді, айтады немересіні. Ақырында жаңағы арақ ішеттағы бұғының мүйізін шалады. Балта шалады. Мүйізді, қасиетті мүйізіне. Өйткені бесігілге мүйізді. Жазушы соған апарып тұр. Көрдіңіз бе? Мәңгүртке айналды. Өйткені келесі бір идеология, екінші бір ұлтты озбаған баған. Мәңгүрттендіреді. Кез келген жағдайда. Бізде де кезінде түркілерде руналық жазулар болды. Ол жазу деген ұлы нәрсе деп жаңадан айттым ғой. Солай келді, сыртқы идеология келді, дін келді. Толығыменен тасқа таңба салуға болмайды. Ол неге барғанда жан саласын деді дағы, тастағы жазудың бәрін жойды. Тарихымыз. Анау петроглифтерден басталды. Петроглиф қайда? Түркі даласында. Түгел петроглифтер қарасаңыздар түркі даласында. Ол петроглифте жазу. Одан кейін руланық жазулар шықты. Көрдіңіздер ме? Енді қазір мысалға постмодернизм дегенге жастар қатты түсінсін, түсінбесін, кішкене мына шығарманы білетіндер соған қарай мойынсın. Түсінбейді әрине, түсінбегеннен айтады ғой. Оны постмодернист үлкен жазушы ол Новик Америкаға барғанда. Бір мәдениеттен екінші мәдениетке барды, ол бірнеше баспалда постмодернизм деген. Біздің қазақ қоғамында постмодернизм жоқ. Модернизм болуы мүмкін, өйткені біз бірнеше қабатты мәдениет тұрған жоқ бізде. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз ол жақтардан шатыспауымыз керек, іздемеуіміз керек. Сюрреализмде де сөйттік. Біздің қазір жастар, мысалға 20 ғасырдың басында Әлихан Бөкейхановтар осының бәрін білді мақала жазғанда. Бірнеше. Оны Сәкен Сейфуллин білді. Мысалға Сәкен Сейфуллин анау футуризмді жазды ғой. Бірінші футуризм болып, отырасақ мен осылай жазайын деген жоқ ол кісілер. Бірінші ананы танып алды.
футуризм не керек? Сөйтіп бара жатыр, соған бар. Бірақ тілді құртты осындай. Тақтық, тарс-тарс деп. Тілді құртты. Ол туралы, мысалға, Лев Троцкий үлкен кітап жазды. Футуризм и революция деген. Онда Сәкенді айтты, футуризмге барған... Маяковский ең ішіндегі нормалист дейді. Дұрысы сол дейді. Қалғандардың бәрі жол биге дейді. Есенин де барған, біздерде Сәкеннен кейін Ілиясқа көрді, футуризмге барып, Бейімбетте барып көрді. Ал Бейімбеттің сол футурист жазған өлеңін білмейміз, керісінше, кімсіз, ыбырайымыз, қайдан келесіз, сайлаудан келемін. Бұл қайдан алынды? Ұлттық тұрғыдан алынды. Ұлттық біздегі алғашқы диалогты кіргізген жазба поэзияда. Ол Бейімбет, ыбырайыммен. Бірақ ол біздің ауыз әдебиетінде жатыр. Ауыз әдебиетінің үлгісін жазба әдебиетке көшірді. Көрдіңіз? Енді сондықтан бірінші баспалдақ әлем әдебиетінің классикалық үлкен туындыларға жеткенше қазақ әдебиетінен бастап оқыған дұрыс. Әлем әдебиетті қазір бірден-бір керемет шығармаларын, мысалға, Орхан Памукты елдің бәрі жақтыра бермейді. Мен мысалға ұлы жазушы деп қабылдайды қазір. Нобель сыйлығын алды. Орхан Памукты естіп көріңіздер. Есі түркіден алғаш Нобель сыйлығын алған. Немесе қазір бізде пандемия жүріп жатыр. Осының бәрін айқайлап, біз төне жете алмай жатырмыз. Бұндай нені жазып кеткен Альбер Камю кезінде Чуманы жазды. Тура осы біздің қоғамдағыдай ешкім керек қылмайды. Масканы тақпаймыз, мысалы, бүйтеміз. Олда да жаңағы билік керек қылмайды. Чума туралы айтқан кезде дәрігер айтады, осылай мынау қауіпті, анау дейді. Сонда жасырады бәленбай өлген адамды. Ақырында қаладан көз машинаға тиеп апарып, өртеп, көме алмай, сондай қиналады. Көрдіңіздер ме? Ганшин-Кунуктың мысалға Ашық деген тақырыбы бар. Ұлы шығармалар. Сондай, мысалға біздің мектептің оқулығына кірді, енді ағам мен кісі, сол кісі жаңағы эксперт болғандайды, неге Ганшин-Кунуктты кіргізген? Қазақ мектебіне дейді. Ол фашист көзқарастар дейді. Мен айтам, ол фашист көзқарас, ол саяси көзқарас бөлек, а шығарма бөлек. Шығармада нағыз адамзатты сүюді айтқан. Енді адамзатты сүюдің шегіне жеткізген ол абай ғана. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Басқа мысалға, ұлы деген ақындардың ешқайсысы сондай айта алған жоқ. Пушкинді, Лермонтовты мен енді ешкім айта алған жоқ. Жақсы, Азат мырзамен бүгін бізді кездесуімізге келіп, көп үлкен қаншама мағлұмат бердіңіз. Сізден қаншама мағлұмат алды деп ойлаймыз. Біз өзі бір сағаттан артық уақыт болды сізбен әңгімелесіп отырғанымызға көп рахмет айтқым келеді. Қанша қазақта қалай айтса да әке көрген оғыз жонар дейді. Міне мен осы Азат мырзаның әкесімен дәмдес болдым. Осы кісімен 1975 жылы Алматыға бірге бардық. Бір историяны айта кетейін деп отырмын. Сонда осы кісі үлкен кісі Шопан, бұл кісі жаңа түскен суретінде де алып келіп көрсетейін деген. Сонда осы әкемізбен қатарлас қойды. Сонда айтады, балалар, махаббат қызық мол-жылдарын оқыдыңдар ма? Қайсыны оқыдыңдар? Қай кейіпкер оқыдыңдар деп, осы махаббат қызық мол-жылдардың әңгімесін сұрайтын сол кісі. Сонда біз барада самолетпен ұшып бардық, сонда самолетте отырған ол кісі, біз әңгімелесіп, жан-жағымызға қарап, шопамыз ғой, шегін көрген жоқпыз, қаланың көрген. Сонда айтады, Алматыға кіргенде қараңдар. Алматының ауасы қандай, Қарағандының ауасы қандай кітап дүкені бар. Сонда көшеде аралап біз 10 күн Алматыда болғанда магазиндерді ол кісі бізді кітап дүкеніне апарды. Әлесіне кетпейді. Балалар жүріңдер кітап дүкеніне деп өтіп барысқан үлкен кітап. Сонда қарап отырсақ ол кісі Шопан. Сол кездегі жұлдыз журналымызда айтатын. Жұлдыздағы мына әңгімені оқыдыңдар ма? Бізде Шопанбыз ғой. Ол кезде Шопандардың арасында рация бар, рациямен сөйлесеміз. Сонда кейіннен осы рацияға қосылып, сонда айтатын, тоқырауын, айтқыл барсың ба деп сөйлеймін. Сонда айтатын, жұлдыздың қай нөмірге не оқыдыңдар деп, рацияда отырып бізді тексереді. Сол кезде Шопандарда рация. Сонда жаңағы шыққан жұлдыздағы жалындағы әңгімені сұрайтын. Міне, адамның білімділігі ол жаңағы бақташылықта, ол жаңағы ғылымда емес, әр адамның мына кітапқа білімге деген сүйіспеншілігі. Сондықтан да соғыстың сізге үлкен бір еңбегі болды деп ойлаймыз, әкеміздің. Айта кетіңізші, мына жерде сол рас, біз кішкентай бала кезде үйде өзіңіз айтқандай жұлдыз журналдарын оқимыз. Содан кейін шай ішеміз ғой, әкем малдан келген кезде түскі шайды немесе кешкі шайлардың кезінде біз бәленбай сағат отырамыз. Талдаймыз. Ағаларымыз бәріміз отыра қаламыз да,
әкем бастайды, ал көзқарастарын, пікірлерін қалай, мынау автор қайсы, адамгершілік жағынан артық тәрбие ғой. Содан кейін шешем бірнеше мәрте барып шайды қайнатып әкеледі. Қайта шайларым суып қалды, шай ішіңдер деп отырамыз. Талдаймыз, әкеміз жаңағы бас қазы өзі отырады. Сенің пікірің дұрыс, сенің эксперт отырады. Сонда сол кісінің ұлылығы сол, анау біз жастарымыз енді ұялық қысылар сонда айтады, досым Хасан, Айгүл ансамблінің мүшелерімен бізді суретке түсіреді. Жүріңдер, ұялмаңдар, түсіңдер. Менің қыздарыммен түсіңдер, менің балаларыммен түсіңдер деп жаңағы кісі сонда ұлы адамдар арасында Чаженников пен ол өзі, ЦК-ның секретары, комитет, сол кісілермен бірге түскен суреттеріміз бар. Сонда жаңа ағамызды алып барды. Біздің Ақтоғаймен түсіңдер, бізбен түсіңіздер деп. Міне адамдардың жаңағы балаға деген, ұлтқа деген тәрбиелік ерекшеліктері қандай. Сіздер істеп келдіңіздер мысалға пойызбен, қоғамдық көліктермен көп жүрдіңіздер ғой. Ол кезде сонда аралап кітап сатып па? Қаршысы сатады деген. Иә, ол кезде кітап сатады. Ол кезде кітап сатады. Сонымен енді бүгінгі кешімізді қорытындай келе адалдықты өтіп, ұрпағына үлгі боларлық істіндіріп жүрген ел азаматтың болашақ ұрпаққа үлгі болатын білімнің қайнар көзі кітапта екендігін дәлелдегендей болған сияқты. Ризасыздар ма? Азат мырзаға рахметімізді айтып отырып, құрметтілігі тектілігінде, құдіреттілігі жүрегінде деген мен үлкен бір сенім артқым келеді. Осы өзінің құрметтілігінің тектілігі мен өзінің жүрегіндегі имандылық біліммен осы біздің болашақ жастарымызға үлкен сілтеме береді. Біздің осы азат қарап, кейінгі жастарымыз бойларын түзесе екен, осындай білімділік, имандылық жүректерінде ұяласа екен деген бүгінгі кешімізді, жаңағы кездесуімізді аяқтағымыз келеді. Барлық қатысқандарыңызға көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Енді суретке түсіп алайық. Өзбек балаларын оқытуға қозғалдым ғой, қазақ балаларын ғой. Инвестиция, Қазақстан келетін қайтарып